Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге пучок жасауды үйрететін боламыз. Шаштың барлығын жақсылап дайындап аласыздар, тарап, шатысын жазып, сосын шаштың түбіне ыстық гофремен басып шығасыздар. Бұл бізде объем беріп тұру үшін. Барлық шаштың түбіне ғана гофре салып шығасыздар. Гофреміздің градусы 200 градуста тұр. Міне осылай түбі бұйра болып шығу керек. Барлық шашқа осылай басасыздар. Қатты түбіне жеткізбеңіздер, күйіп қалуы да мүмкін. Видеоға мұқият қараңыздар және каналымызға жазыла отырыңыздар. Видеомен бөлісіп, лайк қойып, бізді қолдап отырыңыздар. Міне осындай жұқа қалыңдықта шашты алып, гофремен жақсылап басып аласыздар. Прическаны таза шашқа жасаңыздар, сонда әдемі шығады. Шаштың барлығын жасап болғаннан кейін гофремен бұралап шығамыз. Ортасынан ұшына дейін бұралайсыздар жақсылап. Сосын шашты түйеге кірісеміз. Шашт прическа жасаған кезде сіздерде гофре болу керек, утюжок немесе плойка болу керек, және де невидимка, шпилка және де объемник болу міндетті түрде. Резинка да болуы тиіс.
Орай шашты осылай резинкамен жинап аласыздар. Жинап болғаннан кейін объемникпен сол резинканың айналасын байлап шығасыздар. Невидимкамен жақсылап қыстырасыздар. Невидимкаларыңыз қатты болуы тиіс, шашты түсірмей ұстап тұруы керек. Сосын байланған шашқа гофрированный плойканы қойылғаннан кейін шашта жан-жақтарынан жинап түйіп шығасыздар.
видеодағыдай жасаймыз, түйіп шығамыз, әдемілеп бір-бірімен невидимкаларыңыз көрінбейтіндей қылып қыстырыңыздар.
жақсылап түйіп болғаннан кейін жанындағы шаштарды, қалған шаштарды әдемілеп объеммен көтересіздер де бюролап, жақсылап лак сеуіп, ұшпайтындай түспейтіндей етіп қатырып шығамыз. Лактың фиксациясы 4 уровеньде. Міне осылай шаштарды жинап шығасыздар. Бұл бюроланған шаштарды түсіріп те қоюға болады. Клиенттің қалау бойынша біз мына жерде жинап жатырмыз. Міне енді алдындағы челка шаш. Сіздерде міндетті түрде мынандай начостарақ болу керек. Осы начостарақпен челканы әдемілеп көтеріп аласыздар. Начосты тек түбіне бересіздер. Түбіне жинап, лак сеуіп көтересіздер. Сосын барып формасын түсіріп, шашты бюролайсыздар.